Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгінгі уағызымыздың тақырыбы ұл бала тәрбиесі, яғни бала тәрбиесі турасында. Атамыз қазақта ең әуелі әдемі сөз бар: балапан ұядан нені көрсе, ұшқанда соны іледі. Яғни бұл тәрбиенің ең бастысы имандылық тәрбиесін бірінші орынға қою әрбір азамат пен әрбір азаматшаның мойнындағы міндет. Осы турасында Алла Тағала Құран кәрімде Тахрим сүресінің 6 аятында былай деп ескертеді: Астағфирулла. Я айюхалладина аману қу анфусакум ва ахликум нара вақудуха ан-нас вал хижара. Яғни, ей иман келтіргендер, өздеріңді және отбасыларыңды отыны адамдар мен тастар болған оттан, яғни тозақ отынан құтқарыңдар дейді. Сонымен осы аятымызға ғұлама ғалымдарымыздың бірі Али ибн Абу Талиб өз сөзін қосып былай дейді: бұл жердегі жаңа құтқару деген сөзді оларға білім үйретіп әдепке баулу дегенді білдіреді дейді. Ал Хасан Басри рахимахулла былай деп ескертеді: осы аяттағы жаңа құтқару деген сөзді Аллаға бойсынуға, ізгілікке үйрету дегенді білдіреді дейді. Осы турасында Ахмадтың Муснад кітабында, хадис кітабында жеткен, Амр ибн Шуайбтан жеткен мына бір хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтқанын жеткізеді: балаларыңа 7 жастан бастап намаз оқуға бұйырыңдар, ал 10 жаста ғұрып оқытыңдар және төсектерін бөліңдер дейді, төсек орындарын бөліңдер дейді. Ал имам Табараниде жеткен хадисте осы бала тәрбиесі турасында Жабир ибн Сумарадан жеткен хадисте былай дейді: біреулерінің баласына әдеп үйретуі оған әрбір күні жарты сақ, яғни бір уыс құрма немесе бидайдан да садақа бергеннен артық болып есептелінеді деді. Сондықтан қазіргі уақытта, қазіргі дәуірімізде бала тәрбиесі әрбір ата-анаға, әрбір халыққа, әрбір адам баласына өте ауыр міндет етілген нәрселердің бірі. Соны біз ең бірінші орында жүзеге асырмасақ, жаңағы ұлы дана бабаларымыздың айтқандай, балапан ұядан нені көрсе, соны ұшқанда соны іледі деді. Сол сөзімізге қайшы болып қалатыны ақиқат. Яғни Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тағы бір хадисінде баланы мына 3 түрлі нәрсеге баулыңдар дейді. Біріншісі Пайғамбарды сүюге, екінші Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның әулетін сүюге, үшінші Құран оқуға үйретіңдер дейді. Ал шындығында Құранды көтергендер, яғни жаттағандар ешқандай көлеңке болмайтын күні, яғни қиямет күні Алланың аршысының көлеңкесінде болады деді. Сонымен бірге Әбу Хурайрадан жеткен тағы да осы бір хадисте былай дейді: бір қайтыс болған пендесінің дәрежесі көтерілді дейді. Сонда Алла Тағала былай деп айтты дейді: уа Раббым, маған бұл қайдан келді деді. Сонда Раббысы: бұл сенің артыңдағы балаңның саған истиғфар, яғни кешірім тілеуінен келді деп ескертті дейді. Сондықтан ұлы бабаларымыз, яғни ұлылардың ұлысы болған Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тағы бір мына бір хадисі әрбірімізге үлгі өнеге болуы шарт. 3 түрлі дұға сөзсіз қабыл болады деді. Біріншісі жәбір көрушінің дұғасы, екінші жолаушының дұғасы, үшінші ата-ананың баласына жасаған дұғасы дейді. Осыған байланысты бір уақиға имам Сюти деген Мекке қаласының имамы, өздеріңіз білесіздер, сол имамның бір уақиғасын айта кеткім келеді. Ол имамның уақиғасы былай екен: кішкентай кезінде қатты сотанақ болдым дейді, яғни қатты содыр болдым дейді. Содан анашым ұн илеп жатса, ұнын апарып құм құйып кететімін дейді. Ал шай қайнатып шай ішкелі жатса, шайына апарып уыстап тұзды салып кететімін дейді. Сонда анамның маған айтатын, яғни зілденіп ашуланып айтатын сөзі: харамның имамы болғыр деп ұрсатын дейді. Яғни харам дегеніміз әл-харам мешітіне деді.
сол анамның қарғызы үшін мен осы Әл-Харам мешітінің имамы болдым дейді. Сондықтан осы дәуірде, осы өмірімізде біз бала тәрбиесін өте жоғары орынға қою, ол әрбір пенденің, әрбір мұсылманның ең жоғарғы міндеті. Ал бұрынғы бабаларымызға қарайтын болсақ, атамыз қазақ ұрпағын үш ауыз сөзбен тәрбиелеген. Біріншісі жаман болады, екіншісі обал болады, үшіншісі ұят болады дейді. Ал Яхия Улумиддин деген имам Ғазалидің кітабында бала тәрбиесінің мынандай бірнеше түрін айтады. Оның біріншісі, бала дүние есігін ашқаннан бастап бақылауда болуы керек дейді. Яғни ең бірінші, дүние есігін ашқаннан кейін анасының омырауын емеді, анасының сүтін емеді. Сол анасының сүтін анасы халал нәрсе жеп шығарды ма, жоқ әлде харам нәрсе жеп сол сүтті толтырды ма дейді. Ал харамнан жеген ас, харамнан жеген сүт, ол күндердің күнінде баланың іс әрекеттерін лас іске, яғни күнәлі іске апарып соғатынын жеткізеді. Ал екіншісі, баланы қорғаштау, яғни әдепке үйрету, лас нәрселерден сақ болуды үйрету. Сол себепті оны жаман достардан қорғаудың бірден бір жолы болып есептелінеді. Яғни баланы баршылық пен молшылыққа тым үйретпеу. Баршылық пен молшылыққа тым үйренсе, неге десеңіз, ол бала өскенде солардың соңынан өмірін сарп ететін болады екен. Ал үшіншісінде былай дейді, балада ақыл пайда бола бастағанда оны жақсылап тәрбиелеу, бұның алғашқы белгісі ұят сезімінен басталады. Яғни баланың ақылы кірді деген сөз, әрбір нәрседен ұяла бастайтын болады. Сонда біздің ұлы бабаларымыз жаңа ұят болады деген сөзді міне осыдан ала отырып, ол нәрсенің кейбір ұятты болатын және ұятты болмайтын нәрселерін түсіндіру. Ал төртінші болған нәрсе, әсіресе баланың кішкентай кезіндегі тамаққа деген обырлығы. Тамақты қалай әдеппен жеп, тамақтың алдында қол жуып, соңынан қол жуып, тамақты бисмилла деп бастап, оң қолымен жеп, сүннет бойынша, соңынан кейін Аллаға шүкірін айтса, бұның өзі ең үлкен әдептіліктің белгісі болып есептелінеді. Ал осындай ас ішудің әдебін үйрету, ол да баланың болашағына өте игі, өте жақсы істерден болып есептелінеді. Және де бесіншісінде былай дейді, баланы қарапайым киінуге әрекеттендіру. Сән қуып ысырапқа жолатпаған абзал. Алтыншысы, қалай болса солай сөйлейтін адамдардан алыс ұстау. Яғни қазіргі қоғамымыздағы боғауыз сөзді адамдардан балаларымызды алыс ұстау. Соның ішінде ең басты рөл ойнайтын балаға 4 түрлі орта бар дейді. Біріншісі өзінің отбасы, екіншісі қоғамдық ортасы, яғни көше, үшіншісі мектеп, төртіншісі әлеуметтік орын. Соның алғашқы шарты осы отбасынан басталатыны ақиқат. Және баланы Құранмен, хадиспен тәрбиелеу. Сегізіншісінде баладан жақсы қылықтар байқалса, оны марапаттаған, яғни сыйлық беріп, оны қуанту, сондай жақсы істерге баулу, ол да дұрыс амал болып есептелінеді. Ал тоғызыншысы, жиі-жиі ұрысқан балаға жиі-жиі ұрса беру, ол да баланы тұңғиыққа, тығырыққа тіреудің бір себебі болып есептелінеді. Яғни әке мен баланың арасындағы деңгейін сақтау, және ата мен әке мен ананың ортасындағы да деңгейді сақтау, ата-аналары баласының көзінше бет алды ұрыс жаңжал шығармау. Ал 10-шысы, балаға әке шешенің атағымен, байлығымен мақтануды тыю. Бұл да баланы тәкаппарлыққа, менмендікке апаратын істердің бірі болып есептелінеді. Сондықтан әрбіріміз осы имам Ғазалидің және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кітабында келгеніндей, әрбір бала
толғанда фитрада, яғни толған мезетте күнәдан пәк қалпында ешқандай нәрсені білмейтін халде болады. Ол өсе келе не христиан, не яһуди, не отқа табынушы болып есептелінеді дейді. Яғни солай ержетеді дейді. Оның барлығы отбасынан басталатын ақиқат. Сондықтан әрбір орында қазақ атамыз айтады, бірінші ел болам десең, бесігіңді түзе дейді. Бесігімізді түзеу осы кішкентай кезінен басталатындығы ақиқат. Сондықтан елімізді түзеу үшін бірінші ұрпақтың, баланың тәрбиесі ең алғы шарт екендігін еш уақытта есімізден шығармауымыз керек. Вахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамур рахим.